Алейкум салам ва рахматуллах ва баракатуху. Біз мұқаллетпіз. Имам Абу Ханифа рахмаллахның мұқаллетіміз. Қашан судың қаулы болмаса, біз ол имамның мазхабындағы мүжтәһидтерге ереміз. Олардың қаулынан біз ақымыз жоқ шығауға. Олар әхлі усул, иштихадқа жеткен, усулды білетін әхлі қияс ғұламалардың сөзіне шығуға ақымыз жоқ. Сондықтан біз кітаппен сөйлеуіміз керек. Егер біз медресе бітірген де болсақ, араб тілін білетін болсақ, ол дәлел емес. Арабты білдің, сен мүжтәһид болдың деген сөз емес ол. Яғни сен сол мүжтәһидтерге көзің ашықырақ түрде ере аласың деген сөз. Сондықтан біз кітаппен сөйлеуіміз керек. Әрбір мәселеде, бір мысалы, жаңа балақ мәселесінде, имам Абу Ханифа рахмаллахның негізгі ұстаным мазхабында мүжтәһид ғұламаларымыз айтады, балақты тәкаппарлықпен түсірсең ол харам дейді. Ол кезде көтеру важип. Тәкаппарлық болмаса, көтеру сүннет, түскен жағдайда ол макрух тәнзихи болады дейді. Енді тәкаппарлық болмаса деген сөзді қалай түсінеміз? Оны міндетті түрде кітаптар түсіндіру керек. Кейбір бауырларымыз айтады, әрбір адам өзі біледі, тәкаппарлық жоқ екен, немесе бар екен өзі біледі, сондықтан ол түсірсе болады. Сондай сөздер ол кітапта айтылу керек оны. Мысалы, құдық мәселесінде түйенің тезеге түссе, құдық лас болмайды, қашан ол көп болмаса дейді. Көп деген сөзді қалай түсінеміз дейді? Ол өзі қараушы адам оны көп білсе, сол көп болады деп есептейді. Яғни кітапта оны түсіндіріп береді бізге. Көп деген, аз деген, немесе тәкаппарлық жоқ деген сөзді кітаптармен біз айтуымыз керек. Ол кез келген, егер кітапта айтқан болса, иә, әр адамның өзі біледі деген сөз болса, алып келің, қай мүжтәһид айтты, қай ғұлама айтты, қай уммухул китапта айтылған. Сондықтан біз өзімізден иштихад қылмауымыз керек. Айтты имам Абу Ханифа рахмаллах, тәкаппарлық болмаса рұқсат деді. Бірақ тәкаппарлық болмаса деген сөзді де біз кітаптан түсінуіміз керек. Тәкаппарлық болмаса деген бір анық сөз емес, бір мубхам сөз. Сондықтан оны қалай деп түсінеміз керек? Оны да кітаптардан түсінуіміз керек. Кітаптарда айтады, егер ол қасд болмаса дейді, өзі әдейі түсірмесе, ол тәкаппарлық жоқ дейді. Егер әдейі түсірсе, ол тәкаппарлықтың белгісі деп айтады. Сол сияқты біз міндетті түрде мүжтәһид ғұламаларының сөзінен фатуа беруіміз керек, әхлі қиястың сөзінен. Тіпті Радул Мұхтардың өзінде, мысалы бір мысал айтайын, Радул Мұхтардың өзінде бір мәселені айтса, Радул Мұхтарды Аллама Шами рахмаллах, егер кәза фил хидая, кәза фил қазиқан, кәза фил тәжнис демесе, өзімнің әйнди деп айтса, өзімнің ұстанымым десе, ғұламалар айтады, оны пока алмаймыз дейді. Радул Мұхтар сөйлеген болса дейді, сақтап қоямыз дейді, барып мүжтәһид ғұламаларының сөзін қараймыз дейді. Себебі Аллама Шами рахималлах мүжтәһид емес, әхлі қияс емес. Ол қашан әхлі қиясының қаулын тәржих берсе, біз аламыз оны. Егер әхлі қиястан фатуа келтірмеген болса, біз сырып қоямыз. Ибн Абидиннің, Шамидің сөзінде. Тіпті Ибн Нажайм Бахрур қанша мұхаққиқ болса, Абу Ханифа Сәни деген екінші Абу Ханифа атағы болса да, ол әхлі қияс емес деп айтады Бахрур мусаннифін. Мысалы, бір мысалында жұмадан бұрын 4 ракатты оқымай қойса, жұмадан кейін оқуға бола ма дегенде Бахрур қияс қылады. Жұма 5-нің сүннетіне қияс қылады. 5-нен бұрын оқымаса, 5-нен кейін оқуға хадис бар ғой, ол соған қияс қылады. Бірақ көп ғұламалар оған иғтираз қылады. Ол әхлі қияс емес дейді. Неге оны 5-ге қияс қылады дейді? Ол қияс қылу үшін ол екі қияс қылатын нәрсе бір жеңістен болу керек дейді. Мұқис алейх дейді. Мақис алейх бір жеңістен болу керек дейді. Жұма 5-нің жеңісінден емес, жұма басқа намаз дейді. Ол айт намазға келеді дейді. 5-ге мысалы жамағат шарт емес, жалғыз да оқи аласың, бірақ жұмаға жамағат шарт, хутба шарт деген сияқты. Айтайын дегенім, сондай үлкен ғұламаларды, егер олар да уммухатул күтуптен айтпаса, біз алмаймыз оны. Соны түсінейік. Біз әрбір мәселені айтты деп өзімізден қияс қылмауымыз керек. Қазіргі заманда мысалы кейбір бауырлар уағыз айтқанда мәулүд жайында осындай пайдалары бар, бір қарагөз қарындастарымыз мәулүдке қатысыпты, орамал тағып кетіпті, онда ол пайдасы бар деп. Субханалла,
дискотекаға барып орамал таққандар да бар дейді. Біреулер оқиғаны айтады, дискотекаға барған билеуге көрсе жаңа аяқ астынан билеп жатқан біреу келіп қалған дейді. Аллах тағала соның жүрегіне қорқы салып, жаңа өлімнен қорқып, содан бері ол жаңа намаздың іздеп кеткен, орамалды тағып кеткен дейді. Онда ол да пайдалы бар деп, онда біз оны жақсы деп, сүннет деп айта алмаймыз ғой. Мәулүдті рұқсат, ол сүннет деп айтқан болса, қай мүжтәһид, қай уммахатул күтепті айтты, қай әхлі қияс ғұлама айтты, соны айтып берсін. Бұл сүннет осы хадиске қияс қылынады, осы бірнеме қияс қылынады. Біз неге әрбір нәрсені өзіміздің қияс қыламыз, халықтың көңілі үшін біз айта береміз? Немесе жаңа бір бауырымның уағызын тыңдадым, жаңа сақал мәселесінде. Пәлен Қатар ма, Кувейт па, бірден ғұламасы Әли бірдеме ол қияс қылды дейді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям яһудилерге ермең деп айтты дейді. Көп жерде дейді. Мысалы, сәрісін жең, яһудилер ораза тұтқанда сәрісін жемейді. Аяқ киіммен намаз оқың, олар аяқ киіммен намаз оқымайды. Неге біз соларды міндет қылмаймыз дейді. Бірақ именно сақалды ұзартың яһудилерге қарсы дегенде оны біз уәжіп аламыз. Ол уәжіп емес, ол мұстахаб деп фатуа берді деп соның қаулын келтіріп отыр. Неге ол бауырым, ол әхлі қияс емес адамның қаулын тәржих береді, ұстанады басқа осынша үлкен мүжтәһид ғұламаларымызға. Абу Ханифамыз ба әхлі қияс уммахатул күтіптен фатуа береді. Егер шынайы фатуаның жолын, уағыздың жолын білетін болсақ. Сондықтан пәлен Азхардың шейхі айтты, пәлен үлкен жиындарға қатысатын ғұлама фиқ мәселесінен үлкен айтатын сөздер бар. Сондықтан ол мұстахаб деді сақалды, біз соны ұстанамыз. Ол кім ол? Әхлі қияс ба ол? Біз Абу Ханифамыз ба? Біздің усул бойынша біз әхлі қиясты тыңдауымыз керек. Әхлі қиястан фатуа жоқ кезде біз басқа фатуаларды аламыз. Сондықтан біз әрбір мәселені жақсы, жаман деп өзіміз қияс қылып, онда біз дінге керек, онда дінге керек емес дегенді біз шешпейміз. Біз міндетті түрде кітаппен сөйлеуіміз керек. Балақ тәкаппарлық болмаса рұқсат. Енді тәкаппарлық жоқты әхлі кітап бойынша бізге мүжтәһид ғұламаларымыз қалай түсіндіреді. Соны түсінуіміз керек. Жоқ, әр адам өзі біледі, менде тәкаппарлық жоқ, онда ұзартам деген сөз кітапта бар ма? Болса, әхлі қиястан алып келің. Біз де онда соған амал жасайық. Болмаса, өзімізден қияс қылмайық, иншаллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.